Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі. Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі бөлімінің 3-4 тақырыбы жануарлар және тіршілік. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты лексикалық норма. Оның ішінде антоним және синоним сөздердің көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Ендеше сабағымызды түсіндірмес бұрын ең алдымен сендерге ой түрткі сұрақ. Балалар, жануарлардың мінез құлықтары туралы білесіңдер ме? Жануарлар тіршілігі деген сөз тіркесін қалай түсінесіңдер? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап берейік. Сендермен алдыңғы сабақта біз жануарлардың жыртқыш түрлерімен жеке танысып, бір шолып өткен болатынбыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда құстар әлемін бірге бір рет шолып өтейік. Көк құрақ, көлдің сәулеті, құс пен аң, ердің дәулеті. Халықтың хайуанаттар ішіндегі ең жақсы көретіні құстар. Бағзы замандардан құстарды жақсылықтың нышанына балаймыз. Мәселен, дана қазақ аққуды махаббаттың, қарлығашты мейірімнің, бүркітті ер жүректіліктің нышаны ретінде қараған. Құстардың қоршаған ортаға тигізер пайдасы мол, ал зияны туралы не білеміз? Табиғатта құстың орны ерекше. Ең қызығы, адам бойында жақсы жаман қасиет қатар жүрсе, құстар туа бітті не жақсы, не жаман болады екен. Мысалы, аққу жұбынан айырылса, өмір бойы жалғыз өмір сүреді. Сондықтан пәктіктің белгісіне теңейміз. Ал қарлығашты өзімізге дос, жанашыр санаймыз. Қарлығаштың табиғатта жауын шашынды болатындығын білдіреді екен. Егер ол жоғарылап ұшатын болса, биік ұшатын болса, онда күн ашық болады деп есептейді. Ал егер де төмен жер бауырлап ұшатын болса, онда оны жауын шашын болады деп айтуға болады екен. Енді тіпті мынау есігіміздің алдында жүретін қарға, одан сауысқан, саңқылдап жүретін, қарқылдап жүретін қарға, оларды зиянды құстар деп те атауға болады. Дегенмен де олардың да өзінің келтіретін пайдасы бар. Қарға егістіктегі шегірткені ауру тудыратын жәндіктерді жеп, пайдасын тигізсе, зиянды жағы да аз емес. Жеміс жидекті көкөністі шоқып, жарамсыз етеді. Кез келген нәрсені жей беретіндіктен болар, еті арам екен. Әр халықтың қадір тұтатын қасиетті құсы да бар. Мысалы, үндістер үкіні, орыстар көгершінді, еуропалықтар тырнаны ерекше бағалайды. Қазақ халқы қыран құстарды өздері құрметтейді, қастерлейді. Оларды қолға үйретіп, табиғатпен етене араласып, оларды аң құстарға баулайды. Тағы да бір ерекше құсты айтып кеткім келіп тұр, ол жапалақтар отрядына жататын үкі. Үкінің қанатына қарасақ, селдір-селдір, мынау құранның жаңағы бет сүресі сияқты. Сол себепті олар оны қастерлеп, кішкене баланың бесігіне, қыз балалардың бас киімдеріне, одан кейін жаңағы үйде төрге іліп қояды. Құстар қамқорлық жасаған адамды ұмытпайды. Егер қатер төнсе, қарсылықта көрсете алады. Әлемдегі ең қауіпті құс казуар екен. Оның 12 сантиметрлік қанжар тұмсығы кімді болсын ажал құштыруы мүмкін. Ал балалар, ендеше біз құстардың пайдасы мен зияны, құстардың жеке тіршілік өмірі туралы кішкене де болсын бір шолып өттік деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабағымыздың негізгі тілдік бағдары ол синоним мен антоним сөздер туралы. Синоним сөздер дегеніміз мағынасы бір-біріне жуық сөздер. Ал антоним сөздер дегеніміз мағынасы жағынан бір-біріне қарама-қарсы сөздер болып табылады екен. Синоним мен антоним сөздердің бір-біріне ұқсастығы екеуі де сөз мағынасын білдіреді, бірдей сұрақтарға жауап береді, бірдей сөз табынан болады екен. Ендеше, синоним мен антонимдерді толық түсіну үшін оқулықтарында берілген тілдік бағдарды оқып, дәптерлеріңе түртіп алыңдар. Синонимдер мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әртүрлі дыбысталып айтылатын сөздер тобын синонимдер деп атаймыз. Мысалы, ас, тамақ, дәм, тағам, ауқат.
Ал мағыналары бір-біріне қарама-қарсы болып келетін сөздерді антонимдер деп атадық. Мысалы, жақсы, жаман, сулы, құрғақ, көңілді, қапалы деген сияқты. Ендеше, балалар, сендерге арнайы тапсырма: сөздердің синонимі мен антонимін тура тауып жазу. Сендерге 2 бағанға бөліп сөздерді жазып бердік. Бірінші бағандағы сөздерге синонимдес сыңарын табасыңдар, ал екінші бағандағы сөздерге антонимдік жұбын тауып жазасыңдар. Ал келесі тапсырманы топтық жұмыспен орындаймыз. Оқулықта 57-ші беттегі 3-ші тапсырма. Төмендегі сөздердің синонимін және антонимін тауып, қолданыстағы мағынасын сөйлеу жағдайына қарай түсіндіресіңдер. Балалар, келесі тапсырманы суреттерге қарап, тақырып қоясыңдар. Не нәрсеге назарың ауды, суреттеп жазып бересіңдер. 59-ші бет, 10-ші тапсырма. Балалар, берілген суреттегі жануарларды сипаттап жазу негізінде антонимдес және синонимдес сөздерді пайдаланыңдар. Ендеше WhatsApp желісіне кері байланыс жасауға шығайық.